Сәлеметсіздер ме, балалар? Номері 82-ші орта мектеп, 2-ші сынып қазақ тілі пәні. Пән мұғалімі Сармырзаева Айнагүл Толыбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сұраулы сөйлем. Сабағымыздың оқу мақсаты күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу. Бүгінгі сабақта білетініміз сұраулы сөйлем ұғымы, сұраулы сөйлем соңына қойылатын тыныс белгісі. Балалар, сабағымызды суреттер бойынша сұрақ қоюдан бастаймыз. Бәріміз тақтадағы суретке қарайық. Осы сурет бойынша сұрақ қоюға дайындаламыз. Сіздер мынадай сұрақтар қойды деп ойлаймын. Оқушылар қайда отыр? Оқушылар сабақтан кейін қайда бара жатыр? Жарайсыңдар балалар, сендер суреттер бойынша сұрақ қоюды біледі екенсіңдер. Олай болса, келесі тапсырманы орындаймыз. Аян сабақта отырып, қайта-қайта терезеге қарай берді. Сабақ аяқталды. Аян далаға жүгіріп шығып, бар даусымен «Мені шақырған кім?» деп айқайлады. Оған күн күлімдеді. Оған кішкене құс әндетіп сайрады. Оған қызыл шие сабағын иіп, жемісін ұсынды. Балалар, мәтін не туралы? Оның негізгі ойы неде? Жарайсыңдар балалар, мәтін Аянның далаға жүгіріп шығып, «Мені шақырған кім?» деп айқайлағаны туралы. Қарамен жазылған сөйлемді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Оның қандай сөйлем екенін айт. «Мені шақырған кім?» Бұл жауап алу мақсатымен айтылған сөйлем. Олай болса балалар, естеріңе сақтаңдар. Жауап алу мақсатымен айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем дейді. Сұраулы сөйлемнің соңына сұрау белгісі қойылады. Мысалы, сенің досың кім? Келесі тапсырмаға назар аударайық. Ақтелпек кемпірқосақтың суретін салғысы келді. Ол дереу ақ қағаз бен бояу қарындаштарын алып, сурет салуға кірісті. Кенет, осындай кемпірқосақ бола ма екен деген біреудің дауысы естілді. Ақтелпек бұрылып қарап еді, ешкім көзге көрінбеді. Ал қабырғаға күн сәулесі түсіп тұр екен. Амансың ба балақай, бұл менмін, күн сәулесімін, сенімен сөйлесіп тұрған. Сен кемпірқосақты дұрыс бояған жоқсың. Қалай бояу керек екенін сен қайдан білесің? Себебі кемпірқосақты жасайтын менмін. Сонда қалай? Сен ақсың, ол болса түрлі түсті ғой. Мен әншейін сырт көзге ғана ақ болып көрінемін. Ал шын мәнінде менің бойыма бірнеше түс тоғысқан. Қызыл, қызыл сары, жасыл, көк, көгілдір және күлгін. Жақсы балалар, енді мәтіндегі сөйлемдердің тыныс белгісіне назар аударыңдар.
Жарайсыңдар балалар, ақ теліпек кемпірқосақтың суретін салғысы келді. Сөйлемнің соңына нүкте қойылған бұл хабарлы сөйлем. Ол дереу ақ қағаз бен бояу қарындаштарын алып, сурет салуға кірісті. Сөйлем соңына нүкте қойылған бұл хабарлы сөйлем. Кенет осындай кемпірқосақ бола ма екен? Осындай кемпірқосақ бола ма екен? Бұл сұраулы сөйлем. Деген біреудің дауысы естілді. Бұл хабарлы сөйлем. Ақ телпек бұрылып қарап еді, ешкім көзге көрінбеді. Сөйлем соңына нүкте қойылып тұр. Бұл хабарлы сөйлем. Ал қабырғаға күн сәулесі түсіп тұр екен. Сөйлем соңына нүкте қойылып тұр. Бұл хабарлы сөйлем. Амансың ба балақай? Сөйлем соңына сұрау белгісі қойылып тұр. Бұл сұраулы сөйлем. Бұл менмін, күн сәулесімін, сенімен сөйлесіп тұрған. Сөйлем соңына нүкте қойылып тұр. Бұл хабарлы сөйлем. Сен кемпірқосақты дұрыс бояған жоқсың. Сөйлем соңына нүкте қойылып тұр. Бұл хабарлы сөйлем. Қалай бояу керек екенін сен қайдан білесің? Сөйлем соңына сұрау белгісі қойылып тұр. Бұл сұраулы сөйлем. Себебі кемпірқосақты жасайтын менмін. Сөйлем соңына нүкте қойылып тұр. Бұл хабарлы сөйлем. Сонда қалай? Сөйлем соңына сұрау белгісі қойылып тұр. Бұл сұраулы сөйлем. Сен ақсың, ол болса түрлі түсті ғой. Сөйлем соңына нүкте қойылып тұр. Бұл хабарлы сөйлем. Мен әншейін сырт көзге ғана ақ болып көрінемін. Сөйлем соңына нүкте қойылып тұр. Бұл хабарлы сөйлем. Ал шын мәнінде менің бойыма бірнеше түс тоғысқан. Қызыл, қызыл сары, жасыл, көк, көгілдір және күлгін. Сөйлем соңына нүкте қойылып тұр. Бұл хабарлы сөйлем. Олай болса балалар, бұл мәтінде хабарлы сөйлем және сұраулы сөйлемдер бар екен. Енді мәтіндегі сұраулы сөйлемді теріп жазамыз. Осындай кемпірқосақ бола ма екен? Амансың ба балақай? Қалай бояу керек екенін сен қайдан білесің? Сонда қалай? Жарайсыңдар балалар, мәтіннен сұраулы сөйлемдерді дұрыс таптыңдар. Үшінші тапсырма, төмендегі сұрақтар бойынша диалог құра. Нешінші сыныпта оқисың? Екінші сыныпта оқимын. Сабақтарың сағат нешеде басталады? Сабағымыз сағат 2-де басталады. Сабақтан кейін не істейсің? Сабақтан кейін мектеп жанындағы үйірмеге барамын. Жарайсыңдар балалар, сендер сұрақ қою арқылы диалогты жақсы құрадыңдар. Төртінші тапсырма балалар, хабарлы сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырып жаз. Толқын кітапханадан кітап алды. Хабарлы сөйлем. Енді осы хабарлы сөйлемді сұраулы сөйлемге айналдырып жаза қойыңдар. Толқын кітапханадан кітап алды ма? Сұраулы сөйлем. Ол көп оқиды. Хабарлы сөйлем. Ол көп оқиды ма? Сұраулы сөйлем. Әжесіне ертегі оқып береді.
Хабарлы сөйлем. Енді осыны сұраулы сөйлемге айналдырамыз. Әжесіне ертегі оқып береді не? Жарайсыңдар балалар, хабарлы сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырып жаздық. Олай болса балалар, бүгінгі сабақтан алған біліміміз арқылы өзіміз бағалаймыз. Сұраулы сөйлемдерді ажырата аламын. Сұраулы сөйлем соңына сұрау белгісі қойылатынын білемін. Сөйлеу мәдениетін сақтап, диалог құрай аламын. Хабарлы сөйлемдерді сұраулы сөйлемге айналдырып жаза аламын. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.